Қалдарыңыз қалай? Мен операция жасалып шықтым, Аллаға шүкір. Грыжа деп, грыжаны емдеп, грыжа деп жүрсек, оказывается, грыжа емес. Ашқан кезде көрінді ол, сүйек өсіп кеткен екен омыртқаның ішіне. Ол МРТ-дан көрінбеген, видите, МРТ-ның өзі де 100% бәрін көрсетпейді. Грыжа деп ашқан кезде ішіне сол сүйек нервті қысып тұрған екен, сол сүйекті алып, қазір ішін ашып, нервтерді ашып қойды, Аллаға шүкір. Мыңда бір шүкір. Мына Алматыдағы 12-ші больница, врачтар енді керемет мықты, Алла разы болсын. Аман есен, әйтеуір проблемам шешілді. Әйтпесе мен қанша жерге бардым, бәрі грыжа деп емдей берген. Оказывается, менде грыжа емес екен. Грыжа ол бар, иә, бірақ кішкентай, оның причина ода емес екен.